Сәлем достар, менің атым Федор. Мен тауықты ұрлағаным туралы оқиғамды айтқым кеп тұр. Сол тауықты ұрлағаным үшін мені түрмеге қамады. Оқиғамды толықтап айтып берейін. Мен бай емес отбасында тұратынмын. Біз көбінесе фермалық жұмыспен айналыстық, бірақ фермадағы тамақтар біздің күн көруімізге көмек берген жоқ. Оқуға уақытым болған жоқ, және сабақты оқығым да келмеген. Мен ата-анаммен бірге фермалық жұмысты жалғастыра бергім келді. Фермалық жұмысты істеп көрген адамдар мені түсінеді. Бұл өте қиын жұмыс. Оны әрдайым күн сайын жасау керек болатын. Бір күні біздің үйге түлкі кіргенін мен көрдім де, ол түлкіге тас лақтырып қалдым. Ол қорқып қашып кетті. Одан кейін мен сол жерге кірдім де тесікті жауып қойдым. Бірақ бұнымен біздің қиындық біткен жоқ. Бір күні біздің үйге үлкен егеуқұйрықтар кіріп, тауықтарды өлтіріп кетті. Мен мұңайған түрде үлкен қапты алып келдім де оларды сол қапқа салдым. Содан кейін мен өзімнің тауықтарымның азабын көрген соң оларды далаға қыдырту үшін алып шықтым. Бірақ бір қырандар келіп біздің тауықтарды өлтіріп кетті. Мен қатты мұңайдым. Не істерімді білмедім. Біздің тауықтардың барлығы өліп қалды. Мен қатты мұңайып жыладым. Үйде тамақ ішуге зауқым болған жоқ. Сол күні мен қатты ойландым да басқа біреудің үйіне түсіп, тауықтарды ұрлайын деген шешімге келдім. Мен сол үйге кірдім да тауықтарды ұрлап кеттім. Үйге кірдім да тауықтарды қойдым. Сол үйдің тауықтары біздің тауықтарға қарағанда әдемі болды. Бірақ мен сонда да өз тауықтарымды сағындым. Сол тауықтарды мен өз орындарына жайғастырдым. Келесі күні мен егістікпен айналысып жатқанда біздің көршіміз келді. Сол көршіде мен тауықтарды ұрлаған болатын. Ол бізге өз оқиғасын айтып жатты. Тауықтарды біреу ұрлап кетті деп айтты. Мен көршіге, мен сіздің тауықтарыңыздың қайда екенін білмеймін, мен оларды ұрлаған жоқпын деп жымидым. Бірақ арт жақта бір тауық өзінің дыбысын шығарды. Одан кейін көрші барып қарады да, бұл менің тауықтарым ғой, сен оларды ұрлап алдың. Мен полицияға звондаймын деді да, мені полициялар алып келді да бір жерге қамап қойды. Және де мені жан-жақтан балалар мазақтайды. Жай ғана балалар емес, барлығы мазақтайды. Және де мені бір бұрышқа тығып алып бәрі ұрады. Бірақ мен ашуланып қатты айғайлай бастаймын. Бірақ олар содан қорқып кетеді да артқа жылжи бастайды. Сонымен мені келесі күні түрмеден шығарады. Содан кейін мен бір библиотека деген жерге кіремін да кітаптарды алып оқығым келеді. Өйткені менің бай болғым келді. Мен фермамен айналысқым келген жоқ. Сөйтіп мен ақырындап кітапты оқи бастадым. Қатты болмаса да ақырын ұқтым. Ағай келіп маған барлығын үйрете бастады. Мен сол жерде көп отырғандықтан сол жердің қожайыны маған келіп кілтті беріп кетті. Маған бәрі сенген. Бірақ менің тауық ұрлағанымды бәрі білген. Солай мен оқып күн сайын өзімнің білімімді жақсарта бастадым. Мен көп уақыт бойы сол жерде білім алғандықтан мен сол жерден шықтым да оқуға түскім келді. Мен бұрынғыдай фермамен және тауық ұрлаумен айналысқым келген жоқ. Мен оқығым келді. Және де маған бір хат келді. Қалаға оқуға баратын болдым. Сөйтіп мен сол жақта оқыдым да барлығын 5-ке тапсырдым. Сөйтіп мен қазір жақсы өте бай адаммын. Және де ешқашан ештеңкені ұрламаңыздар. Өз еңбектеріңізбен жетіңіздер. Тек сол кезде ғана барлығын түсінесіздер. Сіздерге видео ұнаса лайк басып арнамызға тіркеліңіздер. Мен осы видеоны дыбыстауға қаншама уақытым кетті. Егер сіздерге мен дыбыстағаным ұнамаса, онда кешірім сұраймын. Келесі жолы қатты тырысатын боламын. Ал сіздермен болған Ермек Pictures. Сау болыңыздар.